Сәлем мен сүйікті көрермендерім, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен шоколадты құрма жасайтын боламыз. Ол өте дәмді және өте оңай шығады. Қонақтарға да салсаңыздар болады, шаймен де ішсеңіздер өте керемет. Ол үшін бізге қажет заттар: құрма, миндаль, немесе сіздер жер жаңғақты қолдансаңыздар болады, ақ шоколад және де қара шоколад. Ендеше кеттік. Ең бірінші біз құрманы дәнегінен тазартамыз. Мінекей осындай шетінен кесіп, сүйегін алып тастаймыз. Оның орнына миндаль саламыз. Және де барлық құрмадан осылай жасап шығамыз. Достар, құрмамызды осындай зубочисткаға саламыз. Енді шоколадқа батырамыз. Сіздер шоколадты кез келген өздеріңізге ыңғайлы жолмен ерітсеңіздер болады. Мен водяной баняға еріттім. Пергамент төселген тақтайға осылай қойып шығамыз. Осылай жалғастыра береміз. Мінекей достар, мен барлығын жасап алдым. Енді біз шоколадқа аунатылған құрмаларымызды жарты сағатқа морозильникке жібереміз. Мінекей достар, жарты сағатта осындай әдемі кәмпиттеріміз шықты. Енді әдемілік үшін мен оның бетіне ақ шоколад жағатын боламын. Мен оны кондитерский мешокқа салып, кипятокта еріттім. Енді осындай узорлар жасаймыз. Достар, егер сіздердің де осындай шоколадты құрма жегілеріңіз келсе, міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Мінекей ортасы осындай болып шығады. Ендеше лайк басып, мені ардыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Сау болыңыздар, ас дәмді болсын.